Бұл өмірде шығам десең жарыққа, деуші едіңіз бағытыңды анықта. Сіз тұрасыз есімізде әрқашан өнеріміз ұнар болса халыққа. Асқынған дерт жүрсе дағы жанын жеп, бізге сырын білдірмепті мәлімдеп. Атыңыздан айналайын ұлы ұстаз мәңгі бізбен Сейтметов Кәрімбек. Ешбір жанға көрсетпей-ақ сын өкпе, барын берген қаншама жас түлекке, ұлы ұстаз болмысыңыз әр қашан сақталады өнер сүйген жүректе. Кәрімбек Мәрайымұлы Сейтметов 1954 жылы Кентау қаласында дүниеге келген. Мектепті бітіргеннен кейін Москва қаласындағы Шепкин атындағы өнер институтына актерлық өнер мамандығы бойынша білім алып, оқуды бітіргеннен кейін Жетісай қаласындағы Құрманбек Жандарбеков атындағы драма театрына актер болып жұмысқа орналасқан. Райымбек ағамен екеуі тете емес, бірақ өзінің алдындағы ағасы Райымбек болғандықтан көп нәрсені Райымбек ағама қарап, соған еліктеп, жаңағы сол сияқты болуға тырысқан. Оның үстіне Райымбек ағам өз өнер адамы, әрі өзінің артында келе жатқан Кәрімбекке қатты көңіл бөлген. Өйткені Кәрімбек кішкентайынан өте сүйкімді, сымбатты, білесіздер, актер болу үшін енді сымбаттылықта, түрдің келісті болуы бәрі қажет нәрсе ғой. Өзінің інісінен соның бәрін көрген ол. Сондықтан оның актер болуына бірден бір жаңағы әсер еткен дейміз бе қалай? Септік болған ол Райымбек ағамыз. Мың 1995 жылы Түркістан қаласынан өнер факультеті ашылып, сол өнер факультетінің бастамашысы болып Райымбек Сейтметов Ноғайбайұлы келеді. Сол кісінің шақыруымен Кәрімбек Сейтметов Мәрайымұлы да осы Түркістан қаласына қоныс аударды. Актерлік өнер кафедрасының құрылғанына биыл 30 жыл толды. Осы 30 жылдың ішінде біздің осы актер шеберлігі кафедрасында талай ұстаздар еңбек етті. Солардың ішінде осы актерлік өнерді үйреткен, актерлік қозғалысты үйреткен, бірнеше пәндерден дәріс берген, өте талантты жаңағы ұстаз Кәрімбек Сейтметов еді. Кәрімбек Сейтметовтың білімі сонау Мәскеу жерінде білім алған. Шепкин атындағы актерлік училищені бітіріп келген. Одан кейін осы Жетісайда театрда талай жылдар басты рөлдерде ойнаған актер еді. Мінекей осы актерлік өнер ашылғаннан кейін сол Жетісайдағы өзінің жұмысын тоқтатып, ұстаздық жолына өтті. Біздің ұстаздық жасаған еңбегіміздің өзі сол кезде бір қиын қыстау кездерде басталды. Ол кезде свет болмаған, жылу болмаған, өте суық кластарда жаурасақтағы жаңағы өзіміздің осы бойымыздағы ұстаздық еңбегімізді аямай келген студенттерге дәріс бердік. Сол кезде түскен студенттердің өзі ерекше бір дарынды еді. Ән десең ән айтады, актерлік десең актерлік, скетч десең скетч айтып, осы берген сабағымыздың нәтижесін көріп біз одан сайын қуат алатын едік. Кәрімбек Сейтметовтың еңбегі орасан зор. Оны ешкім ешқашан жаңағы ұмытпайды. Өнертану ғылымдарының кандидаты профессор Сейтметов Кәрімбек Мәрайымұлы, ол кісі менің ұстазым. 1996 жылы
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ түрік университетіне эстрадалық ән орындаушы драма актері мамандығы бойынша оқуға қабылдандым. Алғаш талапкер болған кезден бастап, яғни абитуриент кезімнен бастап, сол емтиханға дайындайтын кезден бастап мен ағайды көрдім, сол кезден бастап таныдым және ағайдың бағыттауыменен сол мамандыққа қабылдандым. 2000 жылы аталмыш оқу орнын үздік бітіріп шықтым. Бұның барлығында менің ұстазым Кәрімбек Мәрайымұлының еңбегі өте үлкен. Себебі бүгінгі таңда мен кәсіби сахнада ширек ғасырдан аса уақыт еңбек етіп келе жатқан суреткер болсам, азды көпті жетістікке жеткен маман болсам, соның басым бөлігі Кәрімбек ағайдың арқасында. Себебі ол кісі сабақ беру процесінде ешқашан ерінбейтін, ешқашан жалықпайтын адам еді. Ұлы Абайдың ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген тәмсілі тура сол Кәрімбек Мәрайымұлына арнап айтылғандай. Түркістан сазды драма театры құрылғаннан кейін сол театрда режиссер қызметінде атқарды. Сол кезде бірталай спектакльдері жарық көрді. Кәрімбек ағай өзінің өмірден қайтқанына дейін көптеген шәкірттерді түлетіп ұшырды. Қазір олар осы Қазақстанның түкпір-түкпірінде барлық театрларда қызмет атқаруда. Бір үйреткен есімде қалыпты, ағай былай деуші еді. Дайын емессің бе, сахнаға шықпа. Сахнаға шықтың ба, ақталма. Ал сен түсінбей өнер көрсететін болсаң, оны көрерменге неге түсінбедіңдер деп айту ешқандай қисынға сыймайды. Бұл Кәрімбек ағайдың бізге үйреткені. Түсінбесең сахнаға шықпа. Сахнаға шықтың ба, ақталма.